Сәлем достар, бүгін сіздерге TED конференциясы туралы айтып кеткім келіп тұр. Яғни TED дегеніміз өздеріңіз естіп жүрген боларсыздар. TED конференциясы жайлы. TED деген жалпы расшифровкасы Technology, Entertainment and Design, яғни технология, развлечение и дизайн. Америкалық жеке коммерциялық емес фонд болып табылады. Өзінің осындай жыл сайынғы конференцияларымен танымал. Қазіргі таңда бір осындай TED форматында деп айтып жатады кейбір конференцияларды ұйымдастырған кезде, өте пайдалы площадка деп айтуға болады. Менің ойымша өте бір керемет пайдалы площадка. Бұл жерде әртүрлі осы саладағы адамдар өздерінің ойларымен бөліседі, өздерінің жаңағы өмірден алған қандай да бір жетістіктерін немесе өмірдегі бір көзқарастары мен бөлісетін осындай бір керемет площадка деп айтуға болады. Маған өте қатты ұнайды, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Әсіресе тіл үйреніп жүрген кісілерге субтитр арқылы көрсеңіздер өте керемет, ағылшын тілін меңгеруге де ыңғайлы платформа болып табылады. Мен өткен видеомда Салман Ханның Академия Хана деген жаңағы білім беру платформасы туралы айтқан болатынмын. Сол Салман Ханның да осы TED-ге келіп өзінің қалай осы академияны құрғаны жайында айтқан жаңағы выступлениясы бар. Соны да осы жерден көрсеңіздер болады. Әрине, бұл жерде де жаңағы орыс тіліне аударып алып, өздеріңізге қажетті ақпараттарды ала аласыздар. Жалпы адамның өзінің мировоззрение дейміз, жаңа ақпараттарды алуға, осындай видео форматтағы, осындай конференция форматындағы адамды жалпы өзін-өзі қалай ұстау керек, қалай выступление жасау керек, қалай өзінің ойын жеткізе алу керек аудиторияға. Сол қырынан қарасаңыздар да осы спикерлардың айтқан қандай да бір өз сөздерін ұстауы, айтқан ақпараттарына мән беріп, өздеріңіздің жаңағы білімдеріңізді шыңдай берсеңіздер болады. Сол үшін бір таптырмайтын құрал деп санаймын. Не үшін Салман Ханды сізге тыңдау керек? Сол туралы мінекейміз жерде қысқаша ақпарат айтылып кеткен. Хан осы Хан академиясының жоғарыда айтып өткенімдей негізін қалаушы, генералды директоры, және де оның негізгі миссиясы ақысыз білім беру. Жаңағы әлемдік деңгейде барлық жерде оқуға білім алу мүмкіндігін беру. Бұл кісінің өмірлік миссиясы. Білім берудегі новатор деп айтуға болады. Енді мен сіздерге жоғарыда айтып өткен болатынмын. Жалпы TED-ке жаңағы жаңашыл, сондай бір алдыңғы инновация, әр саладағы сондай жаңашыл адамдар келеді. Соның ішінде білім беру саласы туралы мен енді өзімнің тақырыпқа қатысты болғаннан кейін айтып жатырмын Салман Хан туралы. Және де оны не үшін тыңдау керек? Мына жерде қысқаша сипаттама жазылған. Оның қысқаша білім беру сабақтары бар. Қазіргі таңда 150 миллионнан астам тіркелген тыңдармандары бар әлем бойынша. 50-ден аса тілге аударылған бұл кісінің академиясындағы сабақтар. Сонымен қатар осы TED конференциясында төменде көрсетілген тақырыпта жаңағы өзінің ойларымен бөліскен болатын. Сол себептен де міндетті түрде қарап, тыңдап шығуларыңызды ұсынамын. Және де сонымен қатар қандай тақырыптағы видеоларды көрем десеңіздер де, осы білім беру саласына қатысты видеоларды осы жерден қарай аласыздар. Керемет платформа, өте ұсынамын сіздерге.